Жетісу облысының Текел қаласында Будда тасы табылды. Бұл объект Қора шатқалының алдында орналасқан. Тастың салмағы 3 тоннадан артық, биіктігі 3 метрдей. Тастың солтүстік шығыс жағында 7 баспалдаққа орнатылып, астынан жолбарыс бейнесіндегі мифологиялық қорғаушы тіреп тұрған лотос храмында отырған Будда тәңірінің бейнесі салынған. Суреттің үстінен өрнектеліп, көне үнді немесе Тибет жазуы сипаттас белгілер бар. Аңыздарға сүйенетін болсақ, тастың артындағы бірнеше ойықтар Будданың табанының ізі екен. Сондай-ақ тастың төбесінде ойық бар, онда жыл бойы су толып тұрады. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, бұл су қасиетті саналады.